бір дана жұмыртқа қолданып, таразысыз-ақ, миксерсіз-ақ керемет осындай кекстарды универсал асханамен бірге дайындауға шақырамын. Ең алдымен дәл осы жерде көрсетілген барлық зат қажет болады, және де айтқанымдай дәл осындай венчик. Бір дана жұмыртқаның үстіне шекерді саласыздар, бір пиала, бір кесе көлемінде жақсылап венчикпен 1-2 минут араластырасыздар. Кішкене осындай ақ түске енген кезде үстіне сүтті құясыздар. Сүт, шекер, ақ май барлығын көлемі бірдей болу керек, қыздар. Дәл осылай бәрін араластырасыздар. Көріп тұрсыздар, ақ майды да құйдым да, бір массаж жасап алып, үстіне ұнның бір кесесін құйдым. Бір пиала, сосын бір ас қасық көлемінде осындай қопсытқыш қостында келесі кесенің жартылай ұнын салып алдым. Себебі сіздердің массаларыңыздың көз мөлшері бойынша ешқандай да қою болмау керек, кішкене сұйықтау болғаны дұрыс, қыздар. Қою болса сіздерде кәдімгі нан сияқты сәл сухой болып қалады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай керемет сап-сары әдемі тесто дайын болады, қыздар. Менің арнамда керемет рецепттер бар. Соларды жіберіп алмас үшін подписаться басып қойыңыздар, қыздар. Енді осындай формаларға саласыздар, кез келген форма пайдалана бересіздер, қыздар. Және де арасына осындай Руслада деген фирманың варенка сгущенкасын қосасыздар. Басқа фирмалардікі сұйық болады, сондықтан да мен только Руслада қолданамын. Осындай ыдыстарыңызға бір ас қасық көлемінде бірінші тестаны құйып аласыздар. Көріп тұрсыздар, бір ас қасық көлемінде ғана құйып алдым барлық затқа. Сосын бір кішке қасық көлемінде осылай вареный сгущенканы ортасына саласыздар. Вареный сгущенка тым жоғары салынып кетпесін. Мен де көргендеріңізде тым жоғары салынып кеткен. Сондықтан піскен кезде кейде мен үнемі жасағандықтан бірде ортасында, бірде тым жоғары тұра береді. Бірақ ештеме етпейді, дәмі өзгермейді, беті өзгермейді. Көріп тұрғаныңыздай дәл осыны 180-190 градуста 20 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Міне дайын керемет кекстер, балдарыңыз сүйсініп жейтіні анық, қыздар. Ешқандай да қатты жабысып, бір капризный емес, оңай дайындалады. Менің арнамда басқа да жаңа осындай жеңіл рецепттер бар. Соларды жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться қызыл белгісін басыңыздар. Және де дәл осы кексті бала шағасы бар құрбыларыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер. Және де менің арнамда тағы да қандай видео рецепттер көргіңіз келеді, соны да міндетті түрде комментарийға жазуды ұмытпаңыздар, достар. Мен сіздерден міндетті түрде кері байланыс күтемін. Менің қазақша контенттің дамуына бір лайктарыңыз әсер етеді.